Саламатсыздар ма 7-ші сынып оқушылары? 4-ші есепті түсіндіретін боламын. Тапсырмасы теңдеуді шешіңдер. Оқушылар, мұндағы бөліміндегі 5, 4, 2 сандарын ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі 20 болады. Мұнда 5-ке бөлетін болсақ, толықтауыш көбейткіші 4 болады. Мұнда 5 болады. Мұнда 6-ның үстіне 20 беріледі. Себебі бөлімде 1 бар деген сөзде. Мұнда 22 бөлеміз 10 беріледі. Мұнда көбейтеміз 12y қосылған 36. Мұнда арасында қосу амалы. Мұнда 25y азайтылған 25 болады. Мұнда көбейтетін болсақ 120 қосылған 30y қосылған 10 болады. Енді бөлімін алып тастаймыз, тек қана алымын есептейміз. Мұнда бізде таңбалар бірдей болғандықтан қосылып 37y болады. Мұнда 30y теңдіктің сол жағына минус 30y болып қосады. Мұнда 120 қосамыз 10-да 130 болады. Мұнда 36 минус 25 11, ол минус 11 болып қосады. Енді таңбалар екі түрлі азайтылады, 7y болады. Мұнда 130 азайтылған 11 119 болады. Y табу үшін 119-ды бөлеміз 7-ге. Сонда y тең болады 17-ге. Жауабы 17. Енді келесі теңдеуде мұнда 3-ті 4-ке бөлеміз 0,175 болады. Қосылған 2x қосылған 5, мұнда 2,175 болады. Қосылған 4,1 мен 0,9 қосамыз 5 болады. Енді x-тер бір жаға жинақтаймыз. 0,175 2x 2,175 болады. Азайтамыз. Мұнда біз x бар, минус 2,175 болып теңдіктің сол жағына ауысады. Тең 5 азайтылған 5 болады. Енді мұнда бізде 0 болады. Тең 5-тен 5 азайтамыз 0 болады. Жауабы кез келген сан болады. Мұнда ресіп қойын. Жауабы кез келген сан. X-тің орнына бізде кез келген сан қойсақ болады екен. Енді келесі 3-ші есепте мұнда ортақ бөлімге келтіреміз. 3 пен 4-тің ортақ бөлімі 12 болады. Мұнда 12-ні 4-ке бөлеміз 3 болады. Мұнда 12-ні 3-ке бөлеміз 4. Мұнда мына бөлшектің астында 1 бар деген сөз. 1-ге бөлсек 12 болады. Сонда 7-ні көбейтеміз y-ке 7y, 3-ке көбейтсек 21y. 7-ні көбейтеміз минус 6-ға минус 42, оны 3-ке көбейтеміз. Минус 126 болады. Мұнда 5-ті көбейтеміз y-ке 5y, 4-ке көбейтсек 20y қосылған 20. Мұнда 3-ті көбейтеміз y-ке 3y көбейтеміз 12-ке минус 36 болады. Мұнда 3-ті көбейтеміз 2-ке 6, оған көбейтеміз 12-ні минус 72 болады. Енді бөлімін алып тастаймыз, тек қана алымын есептейміз. 21y, мұнда бізде 36y деген бар, мұнда бізде 20y деген, y-ден тастап кетіп ғой. 20y минус 36y минус 16y болады. Теңдіктің сол жағына плюс 16y болып қосады. Мұнда 20 минус 72, сонда минус 52 болады. Енді минус 126 плюс 126 болып теңдіктің оң жағына ауысады.
Мұнда бізде екеуін қосқан кезде 37 y болады. Тең минус 52 плюс 126 74 болады. Y-ті табу үшін 74-ті бөлеміз 37-ге. Сонда Y тең болады екен 2-ге. Оқушылар, келесіде мұндағы x бар сандарды бір жаққа жинақтаймыз. 4 көбейтілген модулінің астында x. Мұндағы минус 2 көбейтілген модулінің астында x бізде плюс ауысады, теңдіктің сол жағына. Тең 5-тің өзі жазылады, минус 7 плюс 7 болады. Мұнда екеуін қосатын болсақ, 6 модулінің астында x тең болады 12-ге. Енді x-ті табу үшін 12-ні бөлеміз 6-ға. Сонда x тең болады екен 2-ге. Енді біз модулінің астына өздерін білесіңдер, оң сан шығады. Минус 2-ні қойсақ та, плюс 2-ні қойсақ та оң сан шығады. Сонда бізде x тең болады екен плюс минус 2-ге. Оқушылар каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруын ұмытпаңдар. Сау болыңдар.